Assalamualaikum жігіттер. Мына Нұрлыбек братанды ютубтан көріп, подписчигім өзінде болсын. Мына машинаны бір 2 апта болды, тоқталмай жүргенімде. Бүгін ютубтан тауып алып, нөмірін тауып алып, жағдай айтып, звондап едім, келе қалды. Кеш келмей жатты. Жастар 1 сағатта әуреледі. Осы Нұрекен арқасында машина құтталды. Құтталмаған себебін бәрін тауып берді. Кеп берді. Лайк басып кетіңдер. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Toyota Carina E машинасына келіп жатырмыз. Оған адамдар тексеріп жатырмыз, әурелеп жатырмыз. Оталмай қалған. Соны трамблерін алып көрдік. Бәрі нормально, бәрін тексеріп, сөйтіп келіп көрсек енді, трамблердің несі айналмай тұр, бегінок. Қане, стартер болып көрші. Көрдіңіздер ма? Айналып тұр, бегінок айналмайды. Енді қазір клапанның крышканы шешіп көреміз. Шағынан мүмкін ремен үзілді ма? Бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Міне ремені жақында моторын жинатқан екен. Бұның ремені орнында тұрған сияқты. Қазір ремен үзілмеген сияқты. Қазір көреміз. Тағы стартер қойып көрші қане. Болды. Міне бізде распредвал айналмай тұр. Шкиф айналып тұрғанымен ремені үзілмеген. Мына жердегі шпонкасы сынып кеткен сияқты. Қазір алып көреміз, тексереміз не болып тұрғанын. Былай шешек десек, распредвал айналып кетіп жатыр. Көрдіңіздер ма? Енді осына қазір анаған распредті 24-пен ұстайық. Сосын босатайық. Сашынан бір қолмен. Басындағы шпонкасы түсіп кетіпті. Хорошо, что мына жерде неде тұр, міне. Мына жерде тұратын шпонк. Шпонкасы шығып кеткен. Қазір осыны саламыз, оталдырамыз. Шпонкасын салып. Мені басындағы болтын шешіп қойдық. Қазір ана айналдырып келтіреміз. Қане, айналдыра бер. Айналдыра бер. Жай келіп қалды. Болды. Келді. Өсіп тұрған кезде шпонкасын қағып жібереміз. Орнына салып жібереміз. Сосын мына басына негізі басында шайбы салына керек шығар мынаған. Шайбы болу керек мынада негізі. Шайбы болмағаннан кейін бері қарай шығып кетіп тұр. Мен ана шешіп алдық. Қазір ремен нені шпонканы қағып алайық. Өзі алдық па? Ал жеш ана ременді. Болды. Енді шкифті іліп жібереміз. Сонымен болады. Мен андай шайып салып жіберіп жатырмыз. Шайып салып қазір тартып тастаймын, чтобы
тағы да алдағы уақытта шпонкасы шығып кетпесін деп. Міне мынау бізде анау шкифте көрсеңіздер, мына жерде міне мынау 0 деп тұр мына жерде. Қараңғылығасын дұрыс көрінбей тұр. Мына жерде сол шкифте мына сызықша бар мына жерде. Сол мына 0 дегенге келеді. Қазір распредті көрсетіп жіберейін. Распред бізде қазір дұрыс тұрған жоқ. Қазір осыны дұрыстап қойып жібереміз. Міне мына метка, мына жердегі метка сол міне мынаған келеді. Мына жерде міне мынаған келеді. Мына нүкте, мына тиск осыған келтіреміз қазір. Өстіп қойып жібереміз зажиганиясын. Міне мына метка мына жерде шкифте, міне шкифте мынау тесік, сол мына жердегі сызықшаға келу керек. Мына неге келу керек? Міне мынаған келу керек. Сосын мына недегі распредтегі оны көрсетіп жіберейін. Мына жерде мына 2 метка бар. Сосын мынаның ішінде де метка. Міне мына екеуі бір-біріне келу керек. 2 метка. Көрдіңіздер ме? Екеуі бір-біріне келу керек. Мынаны сызып қойған өздері қолдан. Мына жақтан сызып қойыпты ашқан кезінде. Основной мына екеуі бір-біріне келу керек. Осымен қойылады зажиганиясы. Мынаны жинастырып зажиганиясын қойып болдық. Крышкасын жауып отандырамыз. Қане, шишасын салып жүрейік. Қане, отандырып көр. Тұра тұр. Давай. Оталды. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Назар салғандарыңызға рахмет. Соңалдың жігітті, Нұрлыбек братанды ютубтан көріп, подписчигім өзінде болсын. Мына машинаны көріп 2 апта болып, қатталмай жүргенмін.
бүгін сол ютубтан тауып алып нөмірін тауып алып жағдай айтып звондап едім келе қалды кеш келмей жатыр. жарты сағат бір сағаттай әуреледі. Осы нұрекенің арқасында машина құтталды. Құтталмаған себебін бәрін тауып берді. Істеп берді. Лайк басып кетіңдер. Жақсы.